Достар, видеоны бастамас бұрын сіздерге Дамир Шарифхан деген баланың арнасын ұсынамын. Бұл арнада сіздер көптеген қызықты видеолар көре аласыздар. Сонымен қатар ВК желісінде конкурс болады. Сілтемесі видеоның астында. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода посылка, яғни Қытайдан келген тапсырыс. Мен бұл тапсырысты 2 ай бұрын заказ бергенмін. Және де бір посылканы мышка, ол яғни компьютерға арналған, ол 20 күнде келіп жетті. Ол посылка міне. Ең біріншіден осы посылкадан бастап ашайық. Я, достар, және де бұл посылка $2.41 тұрады. Яғни 800 теңге. Міне осындай мышка. Кішкене шетке қоя тұрайық. Міне осындай мышка келіп жетті. Сапасын білмеймін. Қазір мынаны ашып тексерейік. Қарап отырсақ, ыңғайлы мышка. Шетінде осындай бір қолайлы екен. Енді осындай айналдыратын кнопкасы бар. Бұл мышка 3 кнопкамен 1, 2, 3. Және де бұл сатушыда көптеген отзыв, жақсы отзывтар, сондықтан мен осы мышканы сатып алдым. Мені аштық. Ұзындығы 50 сантиметрдей или 30 сантиметрдей болып қалады. Мені осындай. Және де мені материалы осындай. Өзі мышканың. Қазір біз компьютерді қосып, осы мышканы тексеріп көреміз, қалай істейтінін мен сіздерге айтамын. Оған дейін келесі посылканы аша берейік. Келесі посылкамыз ол 2 айда келді. Бұл сатушыда да жақсы отзывтар, және де көп, бағасы көп. Жақсы бағада бағалаған. Бүгінгі видео ерекше видео. Өйткені бұл бүгінгі видеода біздің арнамыздағы, YouTube каналымыздағы рекорд деп айтсақ та болады. Өйткені бір видеода 2 посылканы бірінші рет ашып тұрмыз. Достар, мен бұл посылканы білем, яғни трек кодпен көрдім. Осындай. Сатушы жақсы қаптапты. Шетке апарайық. Міне достар, менің бұл каналымда осы тауарға обзорлар болды. Және де бұл тауар өте қолайлы. Және де маған
көп заказ беретін себебін мен бұл мышкамен, бұл штативпен съемкаларға қолданамын. Достар, осы міне бұл яғни адаптер деп айтсақ болады. Соткаға, смартфонға арналған, ал мынау штатив өзі. Бір жақсысы бұл штативтің гибкий, яғни аяғы майысады. Бұлай майыстырса болады. Үсті де жоғарғысы да майысады. Осындай посылка. Және де достар, менің YouTube арнамнан басқа ВК-да группам бар. Ол группада мен көбінесе тауарларды $1 дейінгі немесе жақсы тауарларды салып және ссылка қойып, сол ссылкалар арқылы кіріп сіздер сатып ала аласыздар. Сол YouTube'дан басқа ВК группама тіркеліңіздер. Сілтемесі видеоның астында болады. Міне осындай штатив. Жарайды достар, қазір мен бұл штативтің бағасын айтайын. Бұл штатив негізінде $1,5 бағаланыпты. Салмағы 0,173 грамм. Достар, қазір мен тезірек компьютерді қосып сіздерге осы бүгінгі обзордағы мышканы көрсетемін. Қалай істейтінін сіздерге бағалап, нақтылап айтып беремін. Достар, мен жаңа ғана компьютерді қосып осы мышканы жалғадым. Және де бұл мышканың бір қызығы жанады. Және де түнге жұмыс істеуге қолайлы деп айтсам да қателеспеймін. Бұл мышканы қолдандым жаңа. Бұл мышка өте қолайлы, қолға да жақсы сезіледі. Және де осы мышканың бір ерекшелігі жанады біріншіден, ал екіншіден осындай бір сызықтары бар. Бұл сызықтар көбінесе ойнап жатқанда, монтаж жасап жатқанда көмектеседі, қолды тайдыртпайды, яғни жақсы әсерін тигізеді. Достар, қазір біз мышканың курсорын тексереміз. Бұл мышка чувствительность, яғни соны тексереміз. Достар, мұны чувствительность тексеру үшін біз ноутбукты қосып, бұл мышканың қозғалуын тексереміз. Чувствительность ол мышканың қозғалуы. Міне достар, маған өте қолайлы және де осы видео ұнады. Осы видеоға, осы тауарға шолу әсіресе ұнады. Осымен біздің видеомыз аяқталды достар. Егер де сіздерге осы видеом ұнаса, лайктарыңызды аямай арнаға тіркеліңіздер. Осы видеоның астында қазақша AliExpress группасы болады. Ол группа ВК желісінде. Сол группаға подписация етіп, астындағы лентаға түсіп, лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар. Сіздермен оған қазақша AliExpress арнасы келесі кездескенше. Достар, бүгінгі екі тауардың сілтемесі видеоның астында болады.